Сәлеметсіңдер ме? 4-ші сынып оқушылары. Математика пәні 148-ші сабақ. Тік төртбұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығару. Тік төртбұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірдей 3 бөліктен құралған параллелепипедтің ұзындығын, енін, биіктігін тап. Оның көлемін есепте. А тең 4 дециметрге, Б тең 2 дециметрге, С тең 3 дециметрге. Ендеше көлемін табу үшін А көбейтілген Б көбейтілген 3, яғни 4 дециметр көбейтілген 2 дециметр көбейтілген 3 дециметр тең 24 куб дециметрге. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Бөлменің ұзындығы 6 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр. Бөлмеде қанша куб метр ауа бар? Ендеше балалар, бұны табу үшін біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар балалар. 6 метр көбейтілген 5 метр көбейтілген 3 метр тең 90 метрге. Ендеше балалар, жауабы бөлмеде 90 куб метр ауа бар. Екінші тапсырмасын әсіне назар аударайық. Бөлменің еденінің ауданы 24 метр квадрат метр. Егер бөлменің 96 куб метрге тең болса, көлемі бөлменің биіктігі қанша? Бөлменің биіктігін табу үшін 96 куб метрді бөлеміз 24 квадрат метрге тең 4 метр. Ендеше бөлменің биіктігі 4 метрге тең екен. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар. А тең 28 метр, Б тең 13 метр, С 2 метрге. Ендеше оның көлемін табу үшін 28 көбейтілген 13 көбейтілген 2 тең 728 куб метрге. Келесінде бізде не белгісіз балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ол жерде де көлемі белгісіз. Ендеше 45 дециметр көбейтілген 2 дециметр көбейтілген 1 дециметр тең 90 куб дециметрге. Үшінші есепте бізде С белгісіз. С белгісіз болған жағдайда балалар, біз 27600-ді бөлеміз 920-ға тең 30 сантиметрге. Ендеше С тең 30 сантиметрге. Балалар, есеп түсінікті болса, дәптерімізге өзіміз жазып алайық. Төртінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мен сендерге есепті ауызша түсіндіріп кетем. Сендер өздерің жазбаша орындайсыңдар. 1 метр квадрат қабырғаны сырлауға 250 грамм бояу жұмсалды. Ұзындығы 9 метр, ені 6 метр және биіктігі 3 метр болатын гараждың қабырғасын сырлау үшін қанша бояу қажет? Ол үшін балалар, біз 3 көбейтілген 6 көбейтілген 2 қосу 3 көбейтілген 9 көбейтілген 2 тең 36 қосылған 54 тең 90-ға. Енді екінші амал балалар, 90 көбейтілген 250, яғни мәні 22500 грамм. Оны балалар 22 килограмм 500 грамм деп айналдырып алсақ болады. Қабырғаны сырлау үшін 22 килограмм 500 грамм бояу қажет. Алтыншы тапсырмаға назар аударайық. Қабырғалары 6 сантиметр болатын шаршы сыз. Осы шаршының 3/1 бөлігін боя. Шаршының ауданы мен периметрін және боялған бөлігінің ауданы мен периметрін тап дейді. Ендеше балалар, шаршы сызамыз 6 сантиметр болатын. Енді шаршының ауданын табу үшін біз балалар 6-ға 6-ны көбейтеміз, яғни 36 квадрат сантиметр. Периметрін табу үшін 4-ті 6-ға көбейтеміз, яғни бұл шаршы болғаннан кейін 4-ті 6-ға көбейтеміз, 24 сантиметр. Енді балалар, боялған бөлігінің ауданын табу үшін біз 2-ні 6-ға көбейтеміз, яғни 12 квадрат сантиметрге тең. Периметрін табу үшін жақшашына 2 қосылған 6 көбейтілген 2, яғни 16 сантиметрге тең болады. Балалар, дәптерімізге өзіміз шығарып жазып алайық. 8-ші тапсырма.
Балалар жұқа тақтайдан өлшемі суретте көрсетілгендей тік төртбұрыш параллелепипед түріндегі жер серігі моделін дайындады. Қай модельге жұқа тақтай артық жұмсалды және қаншаға артық жұмсалды? Оқушылар, бірге отырып шешейік. 8-ші есеп. Балалар, В1-ді табу үшін 40 көбейтілген 30 көбейтілген 50 тең 60 мың куб сантиметрге. Әсі, В2-ні табамыз. 40 көбейтілген 20 көбейтілген 30 тең 24 мың куб сантиметр. 60 мыңнан 24 мыңды азайтамыз, 36 мың куб сантиметр артық. Жауабы бірінші модульге 36 мың куб сантиметр тақтай артық жұмсалды. Балалар, 9-шы тапсырмаға назар аударайық. Сызбада неше тік төртбұрыш бар? Егер боялған бөліктердің ауданы 25 квадрат миллиметр болса, онда тік төртбұрыштардың ауданы қанша? Сол жақтағы фигураны қарайтын болсақ, яғни А, ол жерде 16 төртбұрыш бар. Ендеше 16-ны көбейтеміз 25-ке. Болады 400 квадрат миллиметрге тең болады. Оң жақтағы фигурада 17, ендеше 17-ні көбейтеміз 25-ке. 425 квадрат миллиметрге тең. Сен зерттеушісің. 12-ші тапсырма. Тапсырманы орында есепті практикалық тәсілмен шығарып көр. Үстелдің үстінде бесбұрыштар мен тік төртбұрыштар жатыр. Олардың барлығы 22 төбесі бар, белгіле. Үстел үстінде қанша бесбұрыш пен тік төртбұрыш жатыр? Балалар, ендеше ойланып көрейік. Уақыт кетті. Өз жауаптарыңды айта қойыңдар, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Үстел үстінде 3 бесбұрыш және 3 тік төртбұрыш жатыр екен. Балалар, 13-ші тапсырмаға назар аударайық. Көлемі табу үшін А көбейтілген Б көбейтілген С формуланың көмегімен есепте. Егер А 3 дециметр, Б 4 дециметр, С 5 дециметр болса, онда оның көлемі қанша куб дециметрге тең болады? Ол үшін 3-ке 4-ті және оған 5-ті көбейтеміз. Қанша болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 60 куб дециметрге тең болады екен. Әсі, егер В 2184 сантиметр кубқа тең болса, онда Б 12 сантиметр, С 13 сантиметр болса, А қанша сантиметрге тең дейді. Ендеше, балалар, біз Аны табу үшін 2184-ті бөлеміз, жақша ішінде 12 көбейтілген 13-ке болады 14 сантиметрге. Ендеше, Б нұсқасы А нұсқасына ұқсайды, балалар. Ендеше, Б нұсқасын өзіміз шығарып көрейік. Балалар, 10-шы және 11-ші тапсырманы үйге аламыз. 10-шы тапсырмада өрнектердің мәнін есептейміз.